Бүгін әшейін Kia Sportage емес, говно Sportage. Достар, неге говно? Тиген тас көлікке зақым келтірмей кетпейді. Красканы шырып жүреді, темірге дейін шұрық-шұрық қылып тастайды. Алдын зазорлары келмейді, крыло айырбасталған, капот боялған, Camry 3.5 жыртып олар. Sportage'ның орнына мен Skoda Yeti таңдайтын едім. Жай бұны есептемеймін, бірақ пол, газ, полға басты спидометр. Сәлем достар, сіздермен тағы да Ера Казавто. Достар, видеоны бастамас бұрын сіздерден бір үлкен өтініш. Достар, каналға әшейін YouTube'ның статистикасын қарасам, каналға кіріп әшейін қарап кетіп жүргендер бар екен. Сол достарым айтарым, достарым арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп қойыңыздаршы. Және де тағы бір өтініш достар сіздерден. Осы менің кез келген видеоларының ссылкасын WhatsApp-пен достарыңызбен бөлісіңіздерші. Бұл мен үшін үлкен көмек болады сіздерден. Рахмет сіздерге достар. Достар, сонымен бізде бүгін әшейін Kia Sportage емес, говно Sportage. Көреміз. Достар, неге говно? Қазір тізбектеп бүкіл кемшіліктерін айтам. Ең бірінші кемшіліктерінен бастайын. ЛКП дейді, лакокрасочный покрытие дейді. Бұл жерде бетіндегі лакпен бояу өте жұқа. Анау Hyundai Solaris, Polaris, Rio, Chrio деген сияқтылардікі. Лак өте жұқа. Егер трассада кетіп баратқан болсаңыз, жаңағындай қарама-қарсы көліктен шыққан тас жол жөндеп жатқан кезде сол уақыттарда мына көліктің капоттағы краскасын алмай кетті. Жалпы капоттағы емес, крыло болсын, бамперден де айта алмаймын. Крыло болсын, капот болсын, крыло болсын, жаңағы тас тиген тас көлікке зақым келтірмей кетпейді. Не лагын мұртады, немесе красканы шырып жүреді, темірге дейін, металға дейін, не шұрық-шұрық қылып тастайды. Екінші минус достар. Бұл жерде екінші минусы хромдары. Көлікке әбден өте хромдарды көп сала берген. Міне қазір көрсетем. Оператор бала бір тесікке қарап тұру оңай емес, келе қарай. Мына кезде достар көрсетейін, неге говно хромдар? Хромдарын көріңіз. Хотя көлік 2014 жылғы. 2014 жылғы қараңыз, міне түсіршінен. Міне хромдар кетіп жатыр. Көріп тұрсаңыздар, міне. Хромдар кетіп жатыр. Енді достар, неге 6 жыл болған көлік деп айтам, өйткені мен қазіргі таңда 2007-2008 жылғы Toyota Land Cruiser Prado 120-ларды көріп ғой. Оларда в основном хром деген көп. Олардың хромдары ұзаққа жетеді. Егер жаңа дополнительный салатын болсаңыз, жаңа подножка сондай хромдар салып қойды, олар кетіп қалады. Ал заводской Pradолар Toyota в основном қазіргі Toyotаларды емес. Жаңағы 2007-2008 сол Pradоларды көргем, әлі күнге шейін жүр сондай Pradолар. Хромдар кетпеген. Екінші минус. Сонымен достар, көлікті жамандап жатырмын, бірақ көлікке бірден 5 балл беретін болса, осы 6 жыл болған көлікке, 6 жыл болғанда 5 жыл эксплуатацияда, 2014 жылға регистрация 2015-те тіркелген, 2015-тен бастап эксплуатацияда. Жалпы көлікке бірден 5-ке дейін баға беретін болсақ, 6 жыл болған көлікке мен 4-те 9 балл берем. Неге? Өйткені көлік идеальный. Шынымен жағдай өте жақсы. Қазір көліктің бүкіл жағдайы туралы айтатын болам, барлығын түсіндіретін болам. Бұл көлікті яғни өзім таңдап бергем, сондықтан да қазір айтатын болам. Достар, сонымен ең басты минусы Kia Sportage. Спорт. Неге спорт? Спорт болатындай бұл жерде турбо қозғалтқыш бар ма? Турбо қозғалтқыш жоқ. DSG коробка бар ма? То есть робот жоқ. Онда неге спорт? Kia Sorento деген бар да? Kia Sorento тағы аттар бар ғой. Неге Forento деп қоймаған, Kia Forento, неге именно спорт? Осынысы минус. Достар, дәл осының қатарындағы кроссоверлар класстасы деп айтайын, класстастары. Мысалға айтатын болсам, бұл жерде Skoda Yeti деген бар. Yeti. Оны мен спорт деп айталам. Неге? Өйткені ода турбо қозғалтқыш бар ма? Бар. DSG бар ма? Робот беріліс қорабы? Бар. Демек спорт. Ол жерде қозғалтқыштары 1-2
турбинамен 1.4, 1.8 және 2 литрлі турбо дизель бар. Міне солар спорт. Ал бұл жерде мен ешқандай спорт көріп тұрған жоқпын. Сонымен достар, бұл жерде де 3 түрлі қозғалтқыш бар. 2 литр бензин, 2 литр дизель және де 2.4 литрлі бензинді қозғалтқыш бар. Сәйкесінше беріліс қорабы 6 сатылы автомат, простой, және де механикалық беріліс қорабы бар. Бұларда да алдыңғы жетек және толық жетек болып бөлінеді. Бұларда да 2 литрында да, 2.4 литрында да. В общем, Sportage маған қызықсыз. Неге? Өйткені бұл көлік андай кісілерге арналғанда, семейный уже, жұмысқа барып келетін, машинаны жөндегісі келмейтін. Бұл өйткені надежный, сына бермейді, Шкода Yeti'лер сияқты. В общем, мен үшін бұл көлік қызықсыз. Ал егер таңдау болатын болса, менде мысалға Sportage'дің орнына мен Шкода Yeti таңдайтын едім. Шкода Yeti спорт па спорт, турбина ма турбина, турбо қозғалтқышымен. Одан кейін DSG-мен. Вообще самолет қой Шкода Yeti, бұған қарағанда бұның жанында. Мысалға 1.8 Шкода Yeti'ді алатын болсақ, 1.8 160 ат күшімен, егер толық жетекпен болатын болса, мысалға ол Шкода Yeti'ге чип тюнинг деген бар. Ол жерде стейдж 1, стейдж 2, стейдж 3 кете береді. Неғұрлым стейдж көтерілген сайын, соғұрлым қымбатырақ болады. Ол жерде мысалға стейдж 1-дің өзімен, примерно стейдж 1 или стейдж 2-ның өзімен 160 атта мысалға 250-249 сондай атқа дейінгі күш қосып бере алады. Мысалға Шкода Октаха дейміз ғой. Шкода Октаха мысалға Camry 3.5-те, егер стейдж болатын болса, стейдж 2 болатын болса, Camry 3.5-те жыртып алады. Сондықтан да осындай плюстар бар. Ал егер бұған Sportage'ға чип тюнинг жасатуға болады, мен де Priora'ға жасатып жүрмін ғой. Ол үшін катализаторды алып тастау керек, одан кейін шамалы E-газды алып тастайды, электронный педаль газ, электронный газ, соны алып тастайды. Сондықтан да бір плюс-минус 10 аттың күші қосылады. Жалпы достар, сонымен көлікке оралайық. Көлік 2014 жылғы 2 литр 150 ат күшімен, қазір қозғалтқышын көрсетейін. Қозғалтқышын көрсетпестен бұрын айтайын, достар, әйел адам тепкен. Мен таң қалдым, анау өте бір масқара ұстайтын әйел екен, өзім шын басымен таң қалдым. Ондай әйелдерді көрген жоқпын. Вообще ухоженный салон бәрі, достар, 5 жыл болған, 5 жылда салонына чехол салмаған, рульге чехол салмаған. Таң қалдым, 5 жылда ешқандай салмаған. Бір көлік 76 000 шақырым жүрген. Енді айта трассаға шыққан жоқпын дейді. Енді айта береді ғой, көбісі сенбейміз ғой. Бірақ трассаға шықпаған белгісі, достар, капотында бір жерінде бір шұрық жоқ. Мен үйде көліктер бар тоже, 2018 жылғы көліктер. Капот царапина, неге уверен айтып тұрмын, царапина жоқ. Өйткені бәрін, сыртын бәрін мен толщинамен тексеріп шықтым. Родной бәрі. Ешқандай боялмаған. Даже родной капотта салады, мысалға, крашеный капотта кеп салуға болады. Ондай да бар. Ол толщинамермен білмей қаласың. Капот оригинал, өзінікі. Бір шұрық жоқ, достар. Шұрық деген вообще жоқ. Соған таң қалдым, өте оқып ұстайтын әйел екен, шамалы брат кеп быт шығып тастады ма, бірдеңе болды. В общем, достар, сыртына келген кезде таң қалдым өте. Вообще бір сырық жоқ. Уже қазір бір айдай болып қалды ма, көлікті айдап жүргенде уже сырықтар бар сыртында қазір. Достар, сонымен қозғалтқышын көрейік, 2 литр Dons 16 клапанмен. Достар, бәрін қарап шықтық көліктің. Так, алдындағы телевизор, рама, бәрі идеальный ішіндегі. Бәрі идеальный. Көріп шығыңыздар осы жерін. Бір түсіріп шық. Жалпы достар, бұл көлік жақында ғана алынды, айтқандай, бұл көлік браттікі. В общем, брат машина алам деді, маған қоңырау шалды, содан машина қарайық деді. Осындасынай машина алайын деп отырмын. Маған сен таңдап бер деді. Жақсы, без проблем таңдап берем дедім. Сосын маған айтты, менде 2-ақ вариант ұнап тұр, маған басқа көлік қарамаймын деді. Toyota Land Cruiser Prado 120 шанақтағы, либо Kia Sportage, екеуін ғана. Мен Hyundai басқаларын айтып көрдім, Infiniti керек емес қойған. Ол айтты, маған ұнамайды, лучше Prado 120, либо Kia Sportage. Екеуін ғана таңдаймыз деді. В общем, қысқасы Sportage қарайтын болдық. Kia Sportage. Содан Астанаға тарттық, содан Астанаға бардық.
қайта жол болар жігіттің жеңге шығар алдынан дейді ғой. Бір-ақ күнде таптық бұл көлікті. Бардық, барған бетте ең бірінші Kia Sportage қарадық. Бір орыс келді, коричневый Sportage, қоңыр түсті. Келді 2 литрлік, сборка российский дейді, уже ішіндегі приборный панель басқа оларда, европейский сияқты. Более сосын келді, телефоннан басында бәрі жақсы, я дей береді ғой. Кесе уже крыло боялған ба деп сұрадым бірінші мен қоңырау шалғанда, Астанада тұрып. Жоқ, боялмаған, анау мынау. Содан келді, лонжерон целый, телевизор ауысқан. Лонжерон вообще ремонт болмаған, бірақ телевизорды ауыстырған. Крыло кеткен, алдыңғы оң жақ крылосы кеткен, капот боялған, крыло айырбасталған, капот боялған, и екінші крыло боялмаған дейді, уже толщиномерден қаша алмайды ғой ешкім. Уже екінші крылода да шпаклевка бар. Сосын көлік қанша? 6-3 деді ма? 6 миллион 300 мың деді ма? Алтауға берем, анау мынау деді. Сосын айттым, жақсы брат, біз әдетіміз ғой, хабарласамыз. Давай, көлік жақсы екен, содан кетті. Екінші көлікті көріп, дәл осы түс. Көлік ол 2014 жылғы эксплуатацияда да тоже 2014, ол 85 мың ба, сондай шақырым жүрген. А жаңа қоңыр айтып кеткен, ол қанша? 93 мың ба, сондай жүрген. Ал мынау көк тоже келді, 85 па, сондай мың жүріп тастаған ол да. Ол телефоннан звондағанда, я брат, жақсы, нормально, идеальный, не крашеный. Сосын оған бардық. Барсақ жаңағы хозяин келді, толщиномерді алдым, бір айналып өттім. Что-то непонятный. Қарадым, есіктер, крыша бәрі родной, алдын зазорлары келмейді, бірақ грунт жоқ. Неде? Крылода, капотта грунт жоқ. Мен айттым, уже ремонт болған аған. Скорее всего, бірдеңе болған бұл жерде. Жаңа новый крыло салып, жаңағы красите салды ма, в общем, толщиномер көрсетпеді оны. Бірақ күдік болды, бірақ идеальный істеген заводской сияқты, бірақ зазорлары келмейді. Достар, сол 400 Sportage, 300 Sportage ба, сондайды көрдік, в общем. Солардың бәрін зазор бар. Негізгі форумда ашып қарасам, Sportage, ұрылған Sportage'дардың көбісін зазорын қою өте қиын екен. Ровно ешкім қоя алмайды. Мына сода жолы болар жігіттің жеңге шығар алдынан дейді. Ең соңғы көлік, өзіміз шаршап күнбе. Оны күтіп, хозяйкасын күтіп, бұл көліктің жұмыстан шықты. Жұмыстан шыққаннан кейін кешкі сағат 6-та бардық, 6-та барған бетте көлікке келдім. Толщиномер дейін тигізейін деп атсам, для проверки өзіме көрейін деп атсам, хозяйкасы айтады, тигізбей ақ қой толщиномер. Бәрі ровны. Бір өзім ғана айдағам, ешкім айдамаған, страховкада өзім, ешкімге бермейм. Ухожный. Ішін ашып қарадым, зазор бәрі идеальный. Сосын толщиномерді нагизге тигізіп келатырым, тоқтап қалдым да қалтама сала салдым. Негізі сенуге де болмайды. Бірақ уже машина көрініп тұр идеальный екен. Негізі сенбеңіздер. Ол қателікті болуы мүмкін, ол жерде по-любому тексеріп болу керек. Бірақ көзбен бәрібір бір айналып шықтым, ровный, ешқандай жаңағындай переходтар көрінбейді, мынандай. Бояп жүреді ғой, ешқандай. Содан көліктің ең басты зазоры, идеальный, капот, лонжерон бәрі. Содан көлік 6-та 7 ма, 6 миллион 800 ба, сондай сұрап тұрды. Содан 6-та 3-ке дегем, жылап жерсін, одан 6-та 4, етпейді. Короче, 6-та 5-ке беретін болды. Сразу көлікті алдық. Ош, қысқаша тарих осындай болды. Сонымен достар, багажын көрсетейін. Кнопкамен приятно басқан кезде. В общем, мынандай несі бар. Полкасымен және сеткасымен достар, қараңыздаршы, көлікке мынандай бола ма? Вообще коврик салмаған ғой багажына. Получается, ішіне ештеңке салмаған ғой да. Жалпы достар, багаж көлемі 564 литр, кейінгі рестайлинг шықты ғой, бұдан кейін новый Sportage'дар ше. Осы кузовта бірақ шамал өзгерді. Олар уже 491 литр. Оларды кішірейді багажник шамалы. Енді көретін болсақ, достар, мына айттым ғой, Tucson'да да неге сол 2014-15-те ауру болды ма, сондай бір коронавирус сияқты. Неге бірақ жағында свет, құдай-ау, бірақ жағында түнде көрінбейді, мен айтам, түнде көрінбейді ол. Ар екі жағында болу керек қой, қарапайым орыстардың ана жаман Вестасының өзінде, Лада Вестасының, Кросстың өзінде, Лада Веста Кросстың өзінде екі жағында бар свет. Ол ыңғайлы, мынау ыңғайсыз. Бұл жерде запаскасы бар, қосымша дөңгелегі, домкрат, Starline.
Starline E90 дейді, E90 дейді. E90-дарда жақсы. Осында шағын ғана қалтасы бар. Жақсы жауып тұрады. Самый главный бәрі ашық емес, жабық тұрса, ашық тұрса әдемі көрінбейтін еді. Жабық, компактный, күшті болып көрініп тұр. Мына кездерде міне замок тіреттейтін обшивка, мына кезінде қалташалары тұр ғой, жаңағы стоп лампочкаларын ауыстырасыз. Оны білетін шығарсыздар енді. Салонына отырдық. Достар, тағы бір минусы бұл көліктің салонда. Мынау панельді көріп тұрсыздар ғой. Бұның плюсы жүп-жұмсақ, сықыр, ештеңке болмайды. Маған өте қатты ұнады. Кейінгі Туксондарда, новый Туксондарда қатты. Және оған жұмсақтар да бар, ол үшін ақша төлеу керек. Ал бұл жерде жұмсақ. Және бұл ең толық комплектация емес, предпоследний, полный комплектация, предпоследний. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, тағы осы жер минус, неге панель? Бұл жер боялған. Заводта боялады, осы жер боялған. Тез сырылып қалуға бейім. Сосын мынау көп спартейждерден көрдім мен. Беріс қорабының ручкасы. Мынау көп тез кетіп қалады, тез сырылып қалады. Өткенде бір ай бұрын идеальный жылтырап тұрған. Уже ер адам қолы келгесін уже сырылып жатыр. Бояу өте тез кетіп қалады минустарынан. Бірақ енді жағдай өте жақсы, достар. Жағдай өте жақсы. Қазір мен спартейждердің арасынан бұндай табу өте қиын. Идеальный спартейж іздейтін болсаңыз, дәл осындай табу өте қиын. Бірақ олардың табылады, бірақ редко, бағасы да қымбаттау болады. Рульдің кожасы да отырмаған, және бұл бір не ғой? Натуральный кожа емес, эко кожа. Сондай. Алсатылы беріліс қорабы, және де орындықтар жылытқыш, плюсы арқанда жылытады міне. Көріп тұрғандарыңыздай. Достар, сонымен Туксонмен салыстыратын болсам бұл көлікті. Более-менее маған Туксонмен осы 2014 жылғы жаңа iX35 пен және де осы Sportage таңдайтын болсақ, дизайн жағынан. Мен Sportage таңдаймын. Сөз жоқ. Sportage әдемі, более крупный көрінеді. Маған Sportage ұнайды более. Бірақ енді салонына келетін болсақ, Sportage'in панеліне қарағанда маған Tucson панелі ұнайды. Енді әр көліктің минустары бар ғой. Бірақ маған Tucsonның подсветкасы ұнамайды, көк болып жанады. Сонысы ұнамайды. Ал Kia Sportage өте қатты ұнайды. Неге өйткені бәрі қып-қызыл болып жанады. BMW қызыққасын ба, BMW көбіне қызыл жанып тұрады ғой. Сол сияқты қызыл жанғасын маған қызыл ұнайды. Одан кейін достар, Tucsonда, магнитофонында бұл жерде дәл осындай шамал ғана шығар. Бұдан надан ұзындығы қысқа, және астына қарай кеткен шамал ені. Сол кішкентай экранның өзінде артты көрсетеді. Камера заднего вида дейді. Соны көрсетеді, мына жерден көрсетеді. Ал бұда айнаға қосып тастаған. Айнаға вообще кішкентай, маған ыңғайсыз. Сөздің шыны керек. Қазір көрсетемін. R-ға саламын. Мына достар, көріп тұрғандарыңыздай. Өте ыңғайсыз, Tucson'дікінен кішкентай. Сонысы ұнамады, бір минусы. Сонысы ұнамады. Сосын достар, тағы ұнамаған жері маған. Адам отырады ғой. Tucson'да удобный қылып жасаған. Ал бұл жерде неудобный, шынтақ тірегішті. Ыңғайсыз. Маған өзіме ыңғайлы отырмын, кәдімгідей жатырмын ше, былай. Ыңғайлы, өте ыңғайлы отырмын. Бұдан артық шалқайып кетем. Бірақ ұнамағаны маған, менің қолыма келмейтін шынтақ қойғыш. Міне бүйтіп тұрады, салбырап бүйтіп түсіп кете береді да. Маған ұнамайды. Tucson'дық более ыңғайлы ше. Ал бұл маған ыңғайлы болу үшін мен бұны артқа жылжытуым керек. Сол кезде ыңғайлы болады. Сосын педальға аяғым жетпей отырам. Дұрыс жетпей. Одан кейін мына кезде черный жалпы пешті управлять ететін, климат контроль бәрін управлять ететін. Одан кейін AUX, USB, 12 вольттық телефон зарядтайсыз. Жалпы вообще Tucson'мен бірдей ғой почти, толып тұр екен, шынтақ тірегіштің астындағы қалтасы. Және бардачогы да нормальный, салып қоюға риск түсіп кетпейді. Renault'дық сияқты. Ақырын удобно түседі, приятно. Содан кейін достар, мені көріп тұрсыздар ғой, мені вообще тозбаған. Водительский орындықтарды көрсеңіздер, жаңа видеода шыққан. Ол кезде де вообще тозбаған көліктің орындығы. Прям идеальный көлік. Бірақ маған ұнамайды.
достар, тағы бір Hyundai Tucsonға қарағанда тағы бір плюсы, маған дизайн жағынан да ұнайды. Артқы есік көріп тұрсыздар ғой, кең ашылады. Tucsondық сияқты не кішкентай болып ашылмайды, басты ұрмай, вообще кең ашылады, сонысы ұнады маған. Сонымен достар, отыратын болсаңыздар да, отыратын аумақ, бастың бәрі кең мына жерде, тимейді. Және достар, арты кең, өте кең. Өзім ыңғайлы сезініп отырмын. Даже мен айтатын болсам, мен жаңа өзіме идеальный отырмын алдымда ше, өзімнің артымда қаншама орын бар. Получается, сонда Hyundai Tucsonнан бұл кең, шынымен кең. Қараңыздар, қаншама аяқ битіп қойып отырса да болады мына. Қаншама кеңдікті айтамын да, кең. Сосын резко мына жағынан кіріп, мына жағынан резко шығып кетуге де болады да, идеальный кең. Одан кейін артында орынға да шынтақ тірегіш бар. Бұл да ыңғайлы, өткендегі Tucsondық сияқты жақсы. Басқа көліктердік сияқты бүйтіп түсіп кеткен емес, идеальный арты. Шынымен ол Tucsonның масқара кең екен, арты бар ғой. Салон осындай. Бұл көліктің профилі 225-60 17-ші көлемді дискі. Профилі 60 достар. Өткенде алып келе жаттық Астанадан. Астанадан алып келе жатқанда автобанмен келдік қой, Қарағандыға дейін. Автобанда білінген жоқ, мен артында отырып келдім. Содан Қарағандыға келдік, ертесіне Қарағандыдан шықтым. Кейін Жанарқаға дейін жол нормальный более, бірақ Астанадан бәрібір нашар ғой. Келдік, машина шайқалып келді, жаңағы үлкен кісі отырған артына отыра берем. Жастар алдына отыра беріңдер. Содан бір кезде үлкен кісі айтады, артына отырасың ба? Жарайды, отырайын дедім. Белім масқара ұрып қалды дейді. Содан мен отырдым артына. Жанарқаға бір 10 шақырым қалғанда ма, сондайда, в общем, Жезқазғанға дейін отырып келдім. Бәлә. Шынымды айтсам бар ғой, страшный мынау бар ғой, мына көлік. Ұрып тастады, белден бел қалдырмайды. В общем, қатты машина екен бұның арты. Алды более-менее білінбейді қаттылығы. Арты бірақ қатты. Дегенмен спорт қой, спорт подвеска. Әйтеуір біреу спорт болды. Подвеска жесткий. Подвескасын білмедім, қарау керек. Независимый ғой. Бірақ енді газ масла деген бар, сол ма екен, соны қарау керек тағы. Егер білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. Көлік масқара қатты. Ал Hyundai Tucsonда профиль жіңішке. Бұған қарағанда енді трассаға шыққан жоқпыз енді. Трасса сияқты ауыл арасында жүріп көрдік, более мягкий. Ұзын жолдарда енді 60-70-пен ғана жүрдік, онымен қатты лақтырған жоқ. Ода профиль 50 болды. Ұмытып қалдым, ода 17 болды, тоже профиль 50 ма или сондай бірдеңке болды. Сонымен достар, примерно разгонын көресіздерші, адам көп жүре қоймайтын жер. Примерно қалай жүреді екен. Жай бұны есептемейміз, бірақ газ, полға бастық, спидометр. Қанша секундта бар, 100-ге апара алмайды, бірақ енді кикдаун қосылады дейді. Жаман жол бар, 80-ге дейін ғана келдік мына кезге. Вообще тартысы 2 литрге өзіне нормально, бірақ 2 литр кроссоверге по-любому аз. Достар, сонымен тағы бірдеңе көрсетейші. Интересно. Қараңыздар, келіңіздер. Көрсетші. Қараш. Салафанды әлі шешпеген ғой. Қалай на салафан шешпеген. Аны кездер. Салафанның астыңғы жағын. Салафан бәрі салбырап тұр. Келін аяқты. Одан кейін на жаққа кеш. На жаққа кеш. Кеш на жаққа. Қара. Римен әлі салафанмен жүр ғой. Құдай-ау, қазақтар ғана шешпейміз десе, басқа өзге ұлттар да шешпейді екен ғой. Сонымен достар, бүгінгі шолу аяқталды. Сіздерге осыдан кейін Sportage ұнай ма, ұнамай ма, комментарийға жазып кетіңіздер, астыңызға міндетті түрде жауап қайтаратын боламын достар. Міндетті түрде барлықтарыңызға. Сондықтан да кез келген сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Тек көліктер жайлы. Достар, енді сіздермен қоштаспаймыз. Келесіде қандай көліктерді көргіңіз келеді, оларды да жазыңыздар. Барынша тырысам көліктерді табуға. Табам деп айта алмаймын. Мен мысалы Геленваген табам деп айта алмаймын. Қазіргі таңда ондай таныстарым жоқ, Геленваген беретін. Енді попросить етіп көруге болады біреулерден. Енді достар, тағы бір айтып кетейін, сіздерге ұнай ма, ұнамай ма. Осылай көліктерді тек қана осындай көліктерді алып, тек қана критиковать етіп, тек қана жаман жақтарын ғана айтып та көрейін бе сіздерге. Солай ұнайтын болса, тағы айтыңыздар маған. Бірыңғай жаман жақтарын ғана айтам, мүлдем мақтамайтын болам көлікті. Енді мақтамайтын көліктерде ол Ресейдің көліктері анық кіреді, менің списигіме кіреді олар. Ресейдің көліктері, өзбектің көліктері. Бірақ енді дегенмен енді қазіргі таңда ең арзан көлік болып тұрған солар. Бірақ соның өзін халыққа дұрыстап бере алмайды. В общем, достар, сіздермен қоштаспаймыз. Өтініш достар, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, WhatsApp-пен бөлісіңіздерші достар.
қой күрсінбе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де, иім аман болсын де, қой